Соғыс. Біреудің жарқын күндерін түнге айналдырды. Біреудің жарын, біреудің баласын жалмап кетті. Көңілдегі күлкі мұңға, үміт сағынышқа айналды. Жынардағы жас құрғаған жоқ, жүректегі шырақ сөнген жоқ. Аналар көз ілмей түн өткізді. Балалар әке деген сөзге зәру болды. Бірақ бәрібір адам үмітпен тірі. Жүрек шырағы сөнбейді. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» повесі Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әйелінің тағдырын суреттейтін әсерлі туынды. Бұл шығармада басты кейіпкер Назира есімді жас әйелдің өмірі мен оның соғыс кезінде бастан кешкен ауыртпашылықтары баяндалады. «Шырағың сөнбесін» романында басты кейіпкер Назира алғашында Қасымбек есімді кеңес офицеріне тұрмысқа шығады. Соғыс басталғанда Назира жүкті күйінде эвакуацияға ұшырап, көптеген қиындықтарды бастан кешіреді. Кейіннен Қасымбектің қаза тапқанын естіген соң, Назира Абан есімді жігітпен қосылады. Алайда соғыс Абанды да алып кетеді. Ол да қаза табады. Назира екі азаматтан да бала сүйіп, олардың ұрпақтарын жалғастырады. Осы екі адамның тағдыры арқылы жазушы соғыс әйелдердің жүрегіне екі есе ауыр соққы беретінін көрсетеді. Олар сүйіктілерінен айырылады, бірақ өмір сүруді жалғастыруға мәжбүр болады. Назира аналық борышын, адамдық қадірін биік ұстап, сынбайтын қайсар жанның символы. Шығарма әйелдерге тән сабыр, мейірім, төзім мен махаббат секілді қасиеттердің өмірді сақтап қалатын күш екенін дәлелдеді. Шығарма идеясы қандай қиыншылық болса да, адам үмітін үзбеу керек, рухани шырақты сөндірмеу қажет. Сондықтан да роман осылай аталады. «Шырағың сөнбесін».